Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының абонементтер бөлімі назарларыңызға кітап оқуды насихаттау жобасы аясында кітап подиумы қазіргі кітап оқу бейнешолуын ұсынады. Сіздер бұл жерден жанрдың көптеген түрін повестер, прозалар, әңгімелер, өлеңдер, балладалар, пьесалар, романдарды көре аласыздар. Назарларыңызға ұсынылып отырған бейнешолу бұл қазіргі қазақ ақындары мен жазушыларының жастар арасында оқылуын насихаттау ғана емес, сонымен қатар тарихпен, мәдениетпен, өмірмен және тұрмыспен, салт-дәстүрлермен таныстыру болып табылады. Көркем шығармаларда авторлардың өмірі мен шығармашылығы туралы ақпарат ұсынылған. Кітаптар көпшілік оқырман қауымға арналған. Торғын Жолдасбекқызының «Кеш қалма» атты романы. Жас жазушы Торғын Жолдасбекқызының бұл шығармасы оқырманды ертегі әлеміне жетелей отырып, адам жанының терең қатпарларын шарлатады. Әр кейіпкерден өзіңізді тануға, жаныңызды мазалап, көңіліңізге алаң қылған сұрақтарыңызға жауап табуға кеш қалмаңыз. Ханбибі Есенқарақызының «Эсселер» атты шығармасы. Өлең өлкесіндегі өзіндік орны айрықша, жаны, жүрегі, ойы, санасы әдебиет дейтін әлемге сөзсіз байланған. Осы жолды алған бетінен таймай, ақты ақ, қараны қара деп жіктей білетін, асау жырларымен оқырмандарына хан қызындай Ханбибі атанған Ханбибі Есенқарақызының эсселер жинағы белгілі тұлғалардың бітім болмысын тұтастай көз алдыңызға әкеледі. Келесі кітабымыз бұл «Зобалаң» деп аталатын деректі роман. Авторы Момбек Әбдәкімұлы. Бұл шығармада 1931-1933 жылдары елімізде шарпыған ашаршылықтың қалай басталып, қалай белең алғаны, оның қасіреті мен зұлматы жұртты қалай ойрандағаны кеңінен әрі болған қалпында ашық әңгімеленеді. Роман жазушының жеке қиялынан туындаған шығарма емес, ел өмірінен жанды естеліктер, архивтік фактілер һәм ашаршылықты бастарынан өткерген көнекөз қариялардың аузынан естілген деректі әңгімелер негізінде түзіліп жазылған. Мен тәуелсіздіктің құрдасымын. Еліміз егемендік алған тұста дүние есігін ашқан Еңлік Қосбармақова тәй-тәй басқан тәуелсіздік жылдарымен бірге өсіп, бірге есейген. Жауқазын жас ұрпақтың өкілі. Жастайынан сөз өнеріне құштар болған оның бұл тұңғыш кітабына балауса өлеңдері мен балғын кезінде жазылған шығармалары, ең алғашқы ертегілер мен әңгімелері, сондай-ақ бірқатар мақалалары мен сұхбаттары топтастырылған. Келесі кітап Гүлден Әзілбектің «Пермен түнеген түн» атты әңгімелер жинағы. Бұл жинаққа жас қаламгердің алғашқы тырнақалды туындылары еніп отыр. Жазушы өмірден түйгендерін, бастан кешкен оқиғаларды әңгімелеп шыққан. Гүлден Әзілбектің «Пермен түнеген түн» деп аталатын әңгімелер жинағын оқысаңыз, тамаша ізденістер мен жаңа бетбұрыстардың бар екенін аңғаратын боласыз. Келесі кітабымыз Шәкен Күмісбайұлының «Шағын хикаяттан тұратын бабамдай болғым келеді» атты кітабы. Белгілі балалар жазушысы Шәкен Күмісбайұлының жаңа туындысы «Бабамдай болғым келеді» деп аталады. Кітап бір хикаят, балаларға арналған көптеген әңгімелерден, ертегілерден тұрады. Уақыттың жаңа өзгерістеріне сай хикаят пен әңгімелердің тақырыбы да сан алуан. Негізгі мақсаты жас өскіннің отанына деген сүйіспеншілікті ояту, бала психологиясын уақытқа сай қалыптастыру, тәрбиелеу, жақсылыққа, амандыққа баулу десек, шүбәсіз шындық. Мен сені жақсы көрем өмір. Бұл жинаққа әдебиет әлеміне алғаш қадам басып, өз ой сезімдерін қағаз бетіне түсірген жас қаламгерлердің өмірде болған оқиғаларға құрылған ғибратқа толы әңгімелері беріледі. Жалпы оқырман қауымға арналады. Жақсылықта жарыс. Болған оқиға ізімен жазылған керемет туынды. Бұл кітапты оқи отырып, 40-тан астам өмірде болған шынайы оқиғамен таныс боласыз. Қызықты әңгімелер тез баурап, көкірек көзіңіз ашылады. Жамандықтан жиреніп, жақсылыққа ұмтыласыз. Жақсылық жасасаңыз да, жамандық жасасаңыз да өзіңізге қайтатынын түсінесіз. Ұмытпа мені. Қаршыға Есімсейітованың белді шығармасы.
Есімі қалың оқырман қауымға жете таныс белгілі қаламгер, журналист Қаршыға Есімсейітованың бұл жинағына сыршыл да нәзік сезімге толы таңдамалы өлең жырлары, бір топ әңгімелері, сапарнамалық көркем жазбалары еніп отыр. Келесі кітап Сұңқар бұлақ деп аталатын Нұрлан Мәукенұлының керемет туындысы. Жырау әлем жетеле деп ақтанберділер әруағына сыйынып, өлең жолындағы өрнегін дәстүрлі жыраулар поэзиясына жаңаша нәрнақыш, тың-тыныс бітіре жүріп тапқан талантты ақынның бұл кітаптағы туындыларын тумасы тұтас өмірдастан десек, асырып айтқанымыз емес. Қысқа ғұмыр кешкен өзі жайлы, өзінің уақыты жайлы ұзақ жасайтын өмірдастан. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.